Махмұд Қашқари, Махмұд ибн Хусейн әл-Қашқари. Туған жылы, шамамен 1029 жылы. Туған жері, Қашғар. Қайтыс болған жылы, шамамен 1101 жыл. Махмұд Қашқари, түркі әлемінің тұңғыш лингвист ғалымы, түркология ғылымының негізін қалаушы. Ол түркі халықтарының тілін, мәдениетін, салт дәстүрін, географиясын, ауыз әдебиетін ғылыми тұрғыда жүйелеп зерттеген алғашқы ғалым. Негізгі еңбегі Диуани лұғат ат-түрк, түркі сөздерінің жинағы. Бұл еңбек түркі тілдерінің алғашқы энциклопедиялық сөздігі. 7500-ден астам түркі сөзі қамтылған. Мақал-мәтелдер, жыр жолдары, аңыздар берілген. Түркі тайпаларының орналасу картасы жасалған. Бұл әлемдегі алғашқы түркі халықтарының картасы. Махмұд Қашқари жасаған картада қыпшақтар, оғыздар, қарлұқтар, ұйғырлар, қырғыздар, түргештер сияқты тайпалар орналасқан аймақтар көрсетілген. Ол тек ғалым емес, сонымен қатар этнограф, фольклортанушы, географ, тарихшы ретінде түркі өркениетінің рухани мұрасын сақтап қалған ұлы тұлға. Жоғарыдағы мәліметтер мен суреттер жасанды интеллект бағдарламаларынан алынды. Көңіліңізден шықса лүпіл басып тіркеліп кетіңіз.